Сен жыладың, ұстазым, көп көрдім деп кітаптың тапшылығын, қайтпады деп мемлекет кеткен жақсылығым. Сен жыладың, сезімің жасы бағып, кіп-кішкентай балаларыңды қасыңа. Ақша жинаумен комиссияға күнім өтті деп, сенгенім сатып кетті деп. Сен жыладың, аңғармай қалдым мамандық таңдауда деп, қадамым сәтсіз болды деп, мойныма бәрі мініп алды деп, нәрімді сығып салды деп. Сен жыладың, министр біраз селт етпеді, білем кәсіподақтардың ерік екенін, білем сені өр көңіл жомарт едің, енді бүгін үш тіл болып бәрі кері кеткені. Жарар, өткен күн оралар, қарау керек, ұстазым саған алға, басындағы мәртебеме, күлтөбеме, күлтөбе болса ауыз тез, басқа көз жасыңды көрсетпе, сұранамын. Әй министр, сен маған ұнамадың, оқушының көруге тиісті емес, ұстаздарының еңгілдеп жылағанын, ұстазының тым күйрек құлағанын, ерлікпен езілген жолы қатар, екеуінің арасы бірағар. Ұстаздарды қадірлеңдер, сұранамын, көтер ғана басыңды, қалай бұның, мұз боп еріп кеткен бе, бар айбын, көтер ғана басыңды. 5 жыл мамандығыңды босқа оқып едің, 3 тілді реформаны жүзеге асады деп кім айтты саған? Ұстаз сүрінбейді деп, әкімдер жағдайыңды ойлап күлімдейді деп кім айтты саған? Ата-ананың бәрі мейірбан арайлы деп, министр кәсіподақ бәрі шындықты қалайды деп, мұғалімді ардақтайды деп, әкімдерге қорлықпайды деп, тоқырау білмес айына адалдық берген әлемнің ұлы байлығы. Бетіне жиған ұятты ұстаздарды жек көретіндер бар да, ұнататындар бар. Бәрін сатып қорлайтындар бар да, жанын сатып қорғайтындар да бар. Қиналып бекер алаңдадың-ау, шәкіртіңді шығар өріске, өзіңе қайтшы, ғаламда мынау, жеңудің бәрі жеңіспе. Ұстазға арман жеткізіп берді, өз сұрын өзі жеңбесе, өмірдің барлық сәтсіздіктері